Қайырлы түн. Қалайсыздар? Күндеріңіз қалай өтті? Уже уақыт болды. Команда қосыла берсін. Барынша команданы шақырыңыздар. Командаға арналған тақырып болмақшы. Командалық жұмыс, яғни барлықтарыңыз кіру керексіздер бұл сабаққа. Өте маңызды тақырып. Қыздар, жарайсыздар. Өте көп жиналып жатсыздар. Керемет. Өзімді таныстырып өтейін. Жұмаша Фрида Байқызы. Арифлейме келгеніме 1 жыл уақыт болды. Директор сатысындамын. Жалпы қыздар қосыла берсін. 5-10 минутта мен өзімнің сүйікті продукциям туралы кішкене отзыв айтып өтейін. Сіздер білесіздер, осы 4-ші каталогтан новинка шықты. Тональная основа адаптируется под твоей кожей дейді. Кожаңызға бейімделеді. Бұның бір кереметін айтайын. Мен өзім қоңыр реңдімін. Мен аппақ түсін алып алдым. Яғни компания маған новинка заттарды салады, сол кезде аппақ түрін салған болатын. Бұл ванильно-нейтральный, яғни холодный ақ түсіне жатады. Менің бетімде тональный қазір осы. Және қолымда қараңыздар. Бетім мен қолымда қандай айырмашылық бар? В основном маған ақ вообще сәйкес келмейтін, бірақ осыны жаққан кезде кәдімгі бетіме ғашық болдым. Былайша айтқанда аппақ қыз болып жүрмін деп осы тональдың арқасында. Фарфор емес, ванильно-нейтральный деген түс. Қоңыр реңділер жақса да өте керемет көрініп тұр деп ойлаймын. Сіздерге қалай білмеймін, бірақ любой түрін жақсаңыздар да қандай тонға барлығына сәйкес келе береді екен. Сонысы өте ұнады. Керемет новинка алып білгеніңіздер. Тем более осыны алсаңыздар, қасына 5 теңгеге 2000 теңгелік матовый помада Z1-нан помадасы сыйлыққа келеді қыздар. Бір оқпен 2 қоян ату деген осы жер. 4000 теңгеге 4000 теңгелік тональныйды, 2000 теңгелік помаданың 5 теңгеге алуын кереметші. Сондықтан осындай мүмкіндікті құр жіберіп алмаңыздар. Бұны қалай саласыздар? 2-ші пунктте тұрады. Обязательно 2-ші пунктке кіріп, сол помаданы быстрый заказға салып жүрмеңіздер қыздар. Кейбір қыздар адасып жүр, 5 теңгеге салынбай жатыр деп. Рахмет за комплимент деп па. Осы тональныйдың арқасында әдемі болып отыр деп қойында. Жақсы қыздар, 2-ші мынау матовый помада. Кремовый матовый помада. Менің енімде қазір боялып тұр. Жалпы қоңыр түс тренде дейді ғой. Мен өзім қоңыр, қызыл вообще жаға алмаймын. Бірақ мынаны жақтым. Керемет, богатый көрінеді қыздар, мойындайықшы. Қызылдан қарағанда, бір бордовыйға қарағанда, мына қоңыр богатый көрініп тұр. Сондықтан осының ақ және сәл қоңырлау түсі бар. Қою қоңыр. Соны алып білгеніңіздер. Өте керемет бағада, тем более матовый. Керемет матовый десем де болады. Сондықтан қыздар, осы 2 новинкаға отзыв айттым. Ал енді сабағымызды бастайық. Уақыт уже кетіп жатыр. Молодцы қыздар, 70 адам. Бизнес керек жандар отыр. Прямо ойдың аяғына дейін отырасыздар деген сенімдемін. Себебі өте маңызды ақпарат айтпақшымын. Енді командалық жұмыс не ол? Біз 3 бағыттың 3-шісі не ол? Команда құру бізде білесіздер. Адамды тіркеген кезде біз айтамыз. Жалғыз өзін адам тіркемейсің, біз саған сопровождение жасаймыз, саған полный көрсетеміз, үйретеміз дейміз.
сөйтіп тіркеледі адамдар, себебі бізде Oriflame-де Booster Roast неден болып жатыр, яғни командалық жұмыстың арқасында. Ал енді команда жұмыс ол әрқайсымыздың өзіміздің міндетіміз бар. Сол міндеттерді жақсылап атқаратын болсақ, біз сөзсіз тез-тез жетістікке жетеміз. Енді командалық жұмыстың ең бірінші несі КВП дегенді білесіздер ме қыздар? КВП деген не ол? Вот соны таңдау керексіздер. КВП, яғни ключевой бизнес партнер таңдау керексіздер. Ең бірінші очередь. Ключевой бизнес партнер деген, жаттағаныздар қыздар, ол сізді қайталайтын адам. Яғни біз айтамыз, командамызда міндетті түрде бізді қайталайтын, біздің айтқанымызды тыңдайтын, өсем деген, жаңадан күнде бір жаңа нәрсеге үйренгісі келетін адам, яғни ключевой бизнес партнер болады бізге. Вот сондай адамды біз таңдауымыз керек. Бизнесте көп адамның ұзақ уақыт жүріп алуы, акцентті дұрыс емес адамға қою, ол ключевой бизнес партнер дұрыс таңдамауыңыздан. Яғни сіз ойлайсыз ол адамды активный, значит, ол менің партнерім, ол мені қайталайды. Былайша айтқанда көп уақытыңызды соған жұмсайсыз. Дұрыс па? Чатта активный болды ма? Болды деп ойлайсыз, бірақ чатта ғана емес, ол сіздің күнде іздену керек ол адам. Сіз тапсырма бересіз, ол орындайды, ладно, бірақ ол өздігінен іздену керек, өздігінен талпыну керек. Сізден емес, ол өзі қалыптаса беру керек. Вот ключевой бизнес партнер деген сол. Қыздар, сіздердің комментарийлеріңізді оқымаймын, тек қана осы командалық жұмыс деген тақырыпқа байланысты сұрақтар қойсаңыздар, Енді ключевой бизнес партнер деген қандай адам, соны нақты біліп алдыңыздар деп ойлаймын. Енді сіздердің астыларыңызға мықты екі лидер дайындау керексіздер. Екі сізді қайталайтын, айтқызбай тыңдайтын, даже сізден озып кететіндей партнерді дайындамай, біз былайша айтқанда алаңдай беретін боламыз. Чатқа да, басқа нәрсеге де айлықта түспей. Себебі біз ключевой бизнес партнерімізді дайындамаймыз. Яғни команданы ары қарай өсіру керек. Команда біз деген нәрсені олар жасау керек, сонда ғана мықты команда құрылады. Енді ключевой бизнес партнер екіге бөлінеді қыздар. Активный және пассивный партнер. Активный партнер қалай болады? Ол чатта активный, не жасайым, мынаны сұрайды, ананы сұрайды, сұрақтарыңызға дереу жауап береді, тапсырмаларыңызды орындайды. Ол енді түсінікті. Вот, активный партнерға 80% күшімізді жұмсаймыз қыздар. Чем терминацияға кетейін деп атқан старичоктарға емес, 80% күшті активный партнерға жұмсау керек біз. Себебі ол сізден сұрайды, сіз жауап беру керек. Ол ізденген сайын уже мотивациясы оянып, кімнен әрине сізден сұрайды ғой. Сондықтан 80% күш жұмсаңыздар. Енді пассивныйге келетін болсақ, пассивный партнер деген өзі айтып отыр ғой, істегісі келмейтін адам ғой, былайша айтқанда. 1% күш жұмсау керек шығар деп ойлаймын оған. Хотя бы 5, ладно. Оянатын адамдар да бар ол жерден. Яғни жасағым келеді, бірақ сылтауым көп, күйеуім қарсы, балам ауырып қалды, ақшам болмай қалды, келесі де көрейін деген сияқты әңгімелер айтып жатса, уже болды. Ол пассивный партнер, Былайша айтқанда тұтынушы ғой. Бизнес таңдамаған, яғни бизнес таңдаса, ол барлығына бизнесін бірінші орында қояр еді, Енді осы екі түрін ажырата біліңіздер. Міндетті түрде пассивный партнерға 5% жұмсаңыздар күштеріңізді. Қазір ойлап жатқан шығарсыздар, жарайды, ол сылтау емес шығар. Араларыңызда бар шығар сондай адам, Себебі мен де басынан өткен, мотивациясын көтеріп, оны былайша айтқанда өмірін өзгереді ғой, давай жасай, андай бүйтсейші, сөйтсейші деп қанша уақытым жоғалтып алдым.
қыздар, жаңағыда айтып отқанымыз, сіздердің басыңыздан өтпегенше біз сенбейміз ғой. Сондықтан егер сіздерде де дәл осындай жағдай болып жатса, оны қайталамаңыздар. Енді келесі бізде спонсордың міндеті. Спонсор қандай болу керек сіздердің ойларыңызша? Сіз қандай спонсорсыз? Менің спонсорларым алтын. Мен қашан сұрақ қоям, жауапсыз қалдырған емес. Қашан да толық нақты жауап алам, және мен де сондаймын. Сіздерде мынандай болады ма? Мысалы, бізде онлайн ғой, бәрімізде WhatsApp-та нетіп жатыр. Енді қараңыз. Қатып жатыр ма? Екі қыз уже жазды, қатып жатыр деп. Жақсы ма бәрі? Қыздар қатып атқан жоқ па? Қай жерде келдім? Спонсордың міндеті. Сіздер азанда тұрасыздар. Чатқа қайырлы таң, қайырлы түнмен аяқтау керексіздер. Спонсордың міндеті. Бірінші сіз жазу керексіз. Спонсорсыз ба, бәрін өзіңізден бастау керексіз. Сіз өзіңіз үлгі болу керексіз. Сіз жасамасаңыз, оларға жасап, міне мынандай болады деп көрсетпесеңіз, конечно, командаңыз оны көрмейді, сіз не істеп жатқаныңызды сіз көрсету керексіз, және олар соны қайталайтын болады. Енді қараңыз, чатқа жазбай, болмаса сен жасай, давай жасай деп өзіңіз жасамай отыруға болмайды ғой, дұрыс па? Спонсордың міндеті балықты жеуді емес, балық аулауды үйрету, қыздар. Егер қараңыздар, сіз оған орнына бәрін жасап берсеңіздер, активация, верификациясына дейін барлығын жасап берсеңіздер, ол сіздерге минус. Сіздер ойлайсыздар, жарайды, мен барлығын жасап берем оған, потом бір күні ол айтады, заказыңды салып бер, тіркеп бере салшы, бүйте салшы, сөйте салшы. Ал өзі қайта оған көрсету керексіздер ғой. Жол көрсету керек. Былай ерінбеңіздер, қыздар. Спонсордың міндеті скриндап болсын. Даже анау менде сұрайды, Oriflame сайтына қалай кіремін деген қыздар бар. Вот мен даже сайтына дейін жазып беріп, потом досконально галочкасымен мына жерді басасыздар деп көрсетем. Себебі неше түрлі адам бар, мен де сондай болып келгем. Сіздер де сондай болып келгенсіздер, ешкім біліп келген жоқ қой. Сондықтан сіз білді екенсіздер деп басқа адамды білет деп ойламаңыздар. Олар да былайша айтқанда нөлден бастап келді, соны үйрету керексіздер, ерінбеңіздер. Потом болмайтын сұрақты сұрай береді деп жаңағыдай нетпеңіздер. Может, ол шынымен білмей тұрған шығар. Жол көрсетсеңіз, и все, келесіде ол сұрамайды. Ал егер келесіде тағы бір сұрағын 10 рет қойып, қайта мазаңызды алса, ол білмеймін, басқа бизнес емес, басқа нәрсе іздеп жүрген сияқты ғой, қайта жүргенін білмеймін. Сондықтан бір сұрады жауап беріңіздер, нақты жауап беріңіз. Нақты жауап бермесеңіздер, ол уже сізден ешқашан сұрамайтын болады, даже сізге жазбайтын да болады. Мен чатқа кірем. Чат группа көп қой бізде, Аллаға шүкір, команда үлкен. Бірақ мен чатта емес, бірінші новичогым не жазды екен деп қараймын. Новичогыма бірінші жауап берем. Себебі мен қазір чатты оқысам, 1040 сообщение болады. Соны пока оқып бітем дегенше, мен новичогым жоқта қалады. Менен жауап күтіп. Түсініп отырсыздар ма, қыздар? Не істейміз? Бірінші шақырған адамымыздың не айтып жатқанын тыңдаймыз. Дер кезінде жауап береміз. Сіз шақырдыңыз оны, ол сізге сеніп келді, и все. Сіз жауаптысыз оған. Міне, спонсордың міндеті осы. Бастапқыда системаны 80%-ның күштің барлығын сіз аласыз. Пока сізде ключевой бизнес-партнер табылғанша, қыздар. Ана қызым бар ғой, мына қызым істей салады ғой, емес, сіз жасау керексіз. Спонсордың міндеті сол.
Бірінші өзіңіз жасаңыз, басқаға жасатасыз. Енді бізде партнердің міндеті. Бізде новичоктар бар ма, осы прямой эфирге қатысып отқан, жаңадан қосылып отқан қыздар болса, сіздерге айтарым, сіз партнердің міндеті. Спонсор не істеді, соны қайталау керексіз. Спонсорыңыз адам тіркеп жатыр ма, чатта сабақ өтіп жатыр ма, бәріне сол не істеп жатыр, жасау керексіз. Мысалы, мен тіркелген кезде адам тірке алмасам да, 2 ай бойы адам тіркеген жоқпын. Себебі мен қорыққан шығар, может, себептері болған шығар, мен ашыла алмай, сөйлей алмай, не айту керекін білмеген шығармын да. Енді қараңыздар, мен құр қарап отырған жоқпын ол кезде. Партнердің міндеті спонсорға көмектесу. Яғни сіздің астыңызда уже команда, сіз тіркемесеңіз де тіркеліп жатыр, команданыз өсіп жатыр. Сіз спонсордың не істеп жатқанын қайталап отыру керексіз. Яғни ол сабақ өтсе өтініш, мен 3% кезінде өткем. 3% кезінен өткеннен бастап уже ашыла бастадым. Мына бизнестің мәнін түсіне бастадым. Қайта ерте бастаған өздеріңізге жақсы. Ертең дегеннен еш нәрсе өзгермейді. Просто өзіңіз отсталый болып қаласыз. Қазір күннен күнге бәрі дамып келе жатыр ғой. Күнде бір жаңа нәрсеге үйреніп отыруымыз керек. Активация жасауды білмейтін қыздар бар. Бірақ бизнес таңдады олар. Қалай сонда? Активация деген не екенін білмей, қалай бизнес таңдауға болады? Егер сіз шынымен де менің бизнесім бұл менің айлығым, менің командам деп жандарыңызды ашитын болса, сіздер спонсордан сұрамай-ақ өздеріңіз ізденесіздер. YouTube'да барлығы бар. Егер ізденем деген, талпынам деген адам болса, болды, барлығы дайын ғой. Үйде жүріп қаншама историялар тыңдайтын, наушникпен тыңдайтын, үйді жинап жүрсем де, посуда жуып жүрсем де, солай тыңдайтынмын. Бірақ маған спонсорларым мынаны сөйт, ананы сөйт деп түртпектеп емес, мен өзім ізденетін, соның арқасында шығар өзімді дамытқаным, иә. Сондықтан сіздер де спонсорды күтіп отырмаңыздар. Қашан мотивация береді екен, қашан үйретеді екен емес, сіз өзіңіз спонсорсыз қазір. Астыңызда бір адам бар ма, болды, спонсорсыз. Сол бір адамға шығып барлығын үйрету керексіз. Мынандай бір қыздар бар да. Мен тіркеген жоқпын ғой ол қыздарды дейді. Бірақ каталог соңында неге олар заказ салмайды деген сияқты. Сіз таныстыңыз ба ол қызбен, заказға шығаруға не істедіңіз, сөйлестіңіз ба десек, жоқ, мен оны тіркеген жоқпын ғой дейді. Қалай сонда? Ол өзі ақшалайын деп тұр, сол адамнан проценттен ақша төленеді, дұрыс па? Товар обороттан. Бірақ оны таныспаса ол қызбен, кім екен, астында кім бар екенін білмесе, ол қалай ала алады ол? Бір адам бар ма, болды. Шығыңыздар. Кім тіркелді, шығыңыздар. Соңғы консультант чаттарыңыз бар. Кім қосылып жатыр, жекелеріне шығыңыздар. Даже мен директор болсам да, глубинама қарай танысам. Мен сіздің спонсорыңызбын, аты жөнім мынандай. Сіздің танысуға бола ма деген сияқты. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, менен сұраңыз, көмектесем деп солай шығам. Сіздер де менеджер болсаңыз да, кім тіркелсе сол күні шығыңыздар, танысыңыздар. Біреудің емес, басқаның да сөзі өтуі мүмкін. Чем басқа бір командаға қайттан терминацияға кетіп тіркеліп кеткеннен гөрі. Дұрыс па қыздар, айтып жатқаным? Сол партнердің міндеті осындай. Спонсорды күтпеу, бірақ қайталау. Спонсордың айтқаны заң маған. Соның арқасында айлық алып отырмаған. Қыздар, бұл жерде всегда айтамыз, иә? Чатымызда біз бай боламыз, біз бүйтеміз, біз машина аламыз, біз күшті өмір сүреміз деп. Қай жерде көрдіңіздер? Басқа жерде осылай айтып жатқанда. Мен шынымды айтсам, ешқайда естімегем.
сөйтіп аяқтан тарту деген сияқты өте көп қой. Сондықтан сіздер жүректі тазалайсыз, бизнесте отырсыздар. Ой, Арифлейм ба дейтін адамдарға айтарым. Яғни сіздер бірінші оның өміріне қараңыздар. Оның өмірінде ешнәрсе өзгермесе, сіз ол өмірде болдыңыз ғой. Дальше өзгермейді. Значит, сіздер осы жерде болу керексіздер. Осы жерде успешныйлардың ортасында болу керексіз. Спонсорыңыз табыс алып жатыр ма? Значит, сіз де аласыз. Себебі сіз сол спонсордың жолымен келе жатырсыз. Ал енді көршіңіздің, болмаса туысыңыздың ақылын тыңдасаңыз, көршіңіз сияқты боласыз. Кредит қарзымен, бітпейтін проблемасымен жүресіз сөйтіп. Сондықтан кімді тыңдау, кімді тыңдамау дегенді өздеріңіз шеше жатарсыздар. Спонсор қашан береді екен деп шынымен күтудің қажеті жоқ. Егер қиын жағдай болса, міндетті түрде спонсордың жекесіне шығып айтамыз, иә. Қиын проблемалар болса, чатқа емес, спонсордың жекесіне жазыңыздар. Партнердің міндеті. Ал енді бізде ең күшті бізде команданы өсіретін факторларға тоқталып өтейін. Команданы өсіреді. Не деп ойлайсыздар? Бұл бизнеске келдіңіз ба, неважный нәрсеге мән бермеңіздер. Кім не айтып жатса да, сіз өзіңіздің жолыңызды таңдадыңыз, и все. Сол болмайтын нәрселерге көңіл бөлмеңіздер. Бір-бірімізді сыйлау керек біз қашанда. Бір командадамыз, бір бизнес таңдадық, артық әңгіме, жаңағыдай ауызбіршілікте болуымыз керек. Былайша айтқанда, қашанда бір-бірімізге көмектесіп, сұрақтар болса жауап беріп, жаңағыдай, чатымызда білесіздер ғой, бізде кім қосылса да қош келдіңіз, қандай күшті жол таңдаңыз деген сияқты танысып сөйтіп нетеміз, иә. Сол сияқты команданы өсіретін факторлардың бірі сол. Ауызбіршілікте не болу керек? Чаттарда белсенді болу дегенді қалай түсінесіздер? Тек қана біреу қосылса қош келдіңіз, біреу заказын жіберсе құтты болсын деп айтумен шектелмеңіздер. Чатта активный болу деген нәрсе ол сабақ өтіңіз, новый нәрсе жіберіңіз, мотивациялық видеоларды, қандай пікіріңіз, не алдыңыз ол сабақтан, сіздер де көріңіздер, осындай болады екен, осыдан көзім ашылды деген сияқты. Қандай видео көресіз, қандай нәрсе жасап жатсыз өміріңізде, соның барлығын жіберіңіздер чатқа. Менде мысалы чатта сабақ өте алмаймын деген қыздар болады. Сіздерде де бар шығар, сабақ өтуден қорқатын қыздар. Не үшін қорқасыз? Мен сабақ өте алмаймын десем, мен былай түсінем. Сабақ өте алмайды чатта ешкім көріп тұрған жоқ қой сізді. Қағазға жазып алыңыз, аудиомен айтыңыз. Болмаса алдын ала дайындалып алыңыз, сол аудионы пересылать етіңіз. Қиын емес қой чатта сабақ өту деген нәрсе, иә. Ал енді сабақ өте алмаймын деген ол сылтау, біріншіден. Екіншіден, информация бермейтін адам. Күніне қанша адамға информация беретін болса, активный болса, ол міндетті түрде сабақ өтеді. Себебі ол адамдарды шақырып отыр. Сол адам шақырған сайын ол өзіне жауапкершілік алып отыр. Үйрету керек. Ол өзі білмесе қалай біреуге үйретеді. Егер сабақ өте алмаймын десе, ол значит адаммен жұмыс жасап жатқан жоқ. Арифлейммен жұмыс жасаймын, Арифлеймге кел деп шақырып жатқан жоқ адамдарды. Вот, осылай түсінемін мен. Өзім алғашында 3% кезінде шаблонмен жіберетінмін. Алдын ала дайындалып, алдын ала бәрін жазып, слайдтарымды дайындап, ізденіп, Google бар, YouTube бар. Зато мен миымда қалды. Өте тұйық етінмін. Өше сөйлемейтін десем де болады. Осы
чатта сабак өтүүнүн аркасында осылай ашылып отурмуз. Сондуктан эч коркуудун кажети жок кыздар. Сиздердин астыларыңызда команда бар. Сол команданы өсүрген сайын сиздердин доходторуңуз өсөт. Сону унутпаңыздар. Алай коркуудун анау чатта сабак өтүп жүрген кыздар прямойдон уялам дейди. Прямойдон мен коркам. Басында 3-4 кызды арнадык, закрытый аккаунтты. Сүйтүп 3-4 кызга осылай 20 минут, 30 минут прямойго чыгатынбыз. Солай коркунучубузду жеңдик. Бәринин амалы бар кыздар. Просто желание керек барлыгына. Мисалы, менде осы прямойго толкуп отурган жок дейсиздерби? Әрине, мен қазір тақтамды мен не үшін есіне шықпасын дедім, бірақ жазып отқан жоқпын, байқасаңыздар, себебі жүректен шығып жатыр, мидан шығып жатыр, памяттен деп. Себебі біз бір сөзді 10 рет қайталаймыз күніне. Сондықтан осылай сабақ өтуден қорықпаңыздар, қорқыныштарыңызды жеңіңіздер. Команда сонда ғана өседі. Команданы өшіретін факторға, өте маңызды факторға тоқталып өтейік. Сіздердің ойларыңызша команданы қай нәрсе өшіреді деп ойлайсыздар? Қараңызшы. Алауыздық, көре алмаушылық, бір-бірін қызғану. Осы адамның қасиеті команданы өшіреді. Былайша айтқанда, біз басқа командалардан бір чатта отырмыз, бір-бірін көре алмаушылық болса, бір-бірінің сөздерін көтере алмай қалса, команданы өшіруге әкеліп соқтырады. Қыздар, менің тура бетіме штатив деген нәрсе бар, мен жарық түсіріп отыратын, көзіме тиіп тұрғаннан кейін көзім жасаурап, сөйтіп көрініп тұрған шығар сіздерге, мінезім ауыр көрінеді деп тұр, содан шығар деп қойында. Қазір мен сәл былай нетсем, может осылай көзіме тиімі тұрар, көзім ауырып кетті уже. Көре алмаушылықты қалайсың, бір видео көрген мен, Давлатовтың былай айтқан болатын, кедейдің мышлениясы, көре алмаушылық. Яғни, сіз біреудің үйіне барасыз, сізден сәл бай тұратын болса, сіз ұстап көресіз заттарын. Қай жақтан алды екен, қанша тұрады екен, қайдан кредитке алдым екен, деген сияқты сондай ойлар болады. Яғни, ол көре алмаушылық. Яғни, көре алмаған сайын қызғаныш сезім оянады, бір өздеріңізге негатив аласыздар. Сондықтан істейміз, белый зависть болсын. Жақсы нәрсе ойлаңыздар. Жизнь бумеранг дейді ғой. Жақсы нәрсе ойлаған сайын сол жақсы нәрсе сізге оралады. Всегда позитивный болыңыздар. Жүректен шықсын, әрбір сөздеріңіз жүректен шығып, жүрекке жетеді дейді ғой. Сол сияқты ғой, бұл бизнес жүректеріңізді тазалайды. Бірінші очередте жүректі тазалап, сосын шынымен де өсесіздер. Сол кезде ғана. Көре алмаушылық болмасын қыздар командамызда. Командамыз мықты болсын. Енді менің тақырыбым осымен аяқталды. Командалық жұмыс өздеріңізге керегін алды деп ойлаймын. Жеткізе алдым деп ойлаймын. Қазір сағат қанша болғанын 30 минут өткен екен. Қысқа, сіздердің уақыттарыңызды алмас үшін енді сіздердің сұрақтарыңызға жауап беретін болам. Қандай мазалаған сұрақтарыңыз бар қыздар бизнеске? Именно командалық жұмыс, спонсор, партнердің қандай мазалаған сұрақ бар қыздар? Дұрыс айтасыз, жылы сөз айтқан сайын өзімізде бір мотивация қаламыз, жақсы бір нәрселерді ойлап. Мысалы, менде отказ біреуден естемін ғой, менде адаммын, қанша табыс тауып атсақ та, күнде отказ естейміз ғой, қанша информация берсек те, статистикамен жүреміз. Отказ естеген кезде
егер мотивациям болмай көңіл күйім түссе мен ешкіммен сөйлеспеймін. 20-30 минуттай мен мотивациялық видеомды, мен өзімнің арманымды көремін ютубтан. Сөйтіп өзімді өзім қолға алып алам да, одан кейін ары қарай келесі адамға сол мотивациямен, жақсы сөздеріммен сол адамды оятып алам. Менің тақырыбым бойынша сұрақ қойсаңыздар қыздар, ол рекрут туралы, басқа нәрсе, ол келесі тақырыпта. Командалық жұмыс туралы мен түсіндіре алдым ба сіздерге? Сондайды уже кімге не айтарын сол кезде уже сол отказы естідіңіз, сол қарсылықпен уже біліп отырасыздар. Кімге не айту керегін, мынандай қылып жауап берсем, уже мен дайын болам деген сияқты. Неше түрлі отказдар болады. Қарсылықпен жұмыс жасаған кезде ғана ол отказ болмайды. Сондықтан өздеріңізге сенімді, нақты жауап беріп үйреніңіздер. Кешіріңіздер. Бір жылдан асты, 2018 жылдың август айында тіркелген болатынмын. Жалпы бизнесті түсінген кезім 3 айдан кейін, тіркелген кезімде 3 ай өткеннен кейін, или жоқ, өтірік айтып жатырмын деп па, уже есімде де қалмапты. Когда мен астыма адам тіркелген кезде мен ояндым ғой. Чатта былай сұраған болатынмын: Фарида, сенен кейін мына соңғы консультант деп жазды да маған. Сөйтіп Фарида дегенге мен түсінбей қалдым. Қалай сонда мен астыма біреу тіркеп жатсыздар ма деп сол чатқа жазған қуанғаннан. Юху деп қой, ура, шынымен жаздыңыздар ма деп. Сол кезден ояндым. Бизнесті сол кезден бастап қолыма алдым. Мен астында бір адам бар деп. Сол сияқты сіздер де уже астыларыңызда 20-30 адам бар шығар. Күнде қосылып жатыр. Сондықтан сіздер де командам үшін сол адамды өсірем, сол қызға көмектесем, үйретемін деп позитивпен командаларыңызды өсіріңіздер қыздар. Алла қаласа сақтаймын, ютубқа да сақтаймын деген ниетім бар. Алла қаласа сіздерде басқалар да көрсін, көре алмай жатқандар. Енді сұрақтарыңыз болмаса эфирді тоқтатайын онда, я? Байқасаңыздар, көп сөйлемеймін да ғой, бірақ нақты сұрақтарыңызға жауап берсем ба деп едім. Бір 20 минуттай уақыт бар екен әлі. Осы тақырып бойынша. Келесі тақырыптарымда басқаша болмақ. Сол эфирді қалайда өткізіп алмаңыздар деп қойында. Все, онда спонсордың міндетін, партнердің міндетін жаттап алыңыздар. Командаларыңыз мықты болсын. Рахмет қыздар. Жақсы. Енді чаттарыңызға барып позитив сыйлаңыздар, мотивация сыйлаңыздар. Жұмысқа кірісейік. Жақсы, сау болыңыздар қыздар. Мына бір сұраққа жауап берейінші, Айман. Адамды өзім тіркемей, бірақ командам болса зарплата шыға ма дейді. Өзіңіз қалай ойлайсыз, Айман? Жарайды, сіздің статусыңыз өсіп жатыр, расында команда тіркеліп жатыр. Яғни сіз де қосылып, сол команданы өсіретін болсаңыз, спонсорыңызға көмектесіп, адам тіркесеңіз, зарплатаға шығасыз. Бірақ еш нәрсе істемей, құр 150 баллыңызды салып қойып, мен командам қашан өседі екен деп күтіп отырмаңыз. Сіз өзіңізге кері әсерін тигізіп жатсыз. Былайша айтқанда, егер сондай бір қыздар болса,
командам жинала берсін, потом 3-4 айдан кейін жасайын. Сондай арам ойлы десек пе, или еріншек десек те бола ма, білмеймін. Қалайша ол еш нәрсе істемей зарплата алады, білмеймін. Қай жерде бар, оңай жерде нан жоқ қой, қыздар. Сіздерге, когда сіздердің командаларыңыз өсіп жатқан кезде, вот бірге үйреніңіздер, уақытты кетіріп алмаңыздар да. Командаңыз өскен кезде вообще қиын болады сіздерге. Мүлдем қиын болып, сол командаңызды ептей алмай, былайша айтқанда, минус боласыздар. Лучше командаңыз кішкентай кезде барлығын үйреніп, систематично барлығын жаңағыдай күнде бір нәрсеге үйреніп, сол адамдарды үйреткізіп, зарплатаға тезте шығудың амалын жасаңыздар. Одан да уақытты өлтірудің орнына басқа активный болыңыз. Айман, активный болыңыз, сонда ғана зарплата шығады. Товар обороттан төленеді ғой бізде. Адам тіркеу міндетті. 2 адам, сондағы 2 лидерді алып келсеңіз болды зарплата. И сізге тіркеліп жатқан командаға қыздарды алыңыз, танысыңыз, заказға шығарыңыз, үйретіңіз. Вот сол кезде адал еңбекпен зарплатаға шығатын боласыз. Зарплатаны 9%-тен ашып атқан қыздар бар. Доходқа шыққанда қолма-қол төлейді дейді. Карточка аштырасыз, сол кезде доходыңызды алатын боласыз. Теплый адамдармен дейді. Қалай оятуға болады дейсіз ба? Сіз доходқа шығыңыз. Сіз өзіңізді көрсетіңіз, сіз саяхаттаңыз, сіз доходыңызды көрсетіңіз. Мына жетістікке жетіп жатырмын деп личный брендіңізді дамытыңыз. Олар сізді итаки бақылап отырғанша не істеп жатыр екен осы қыз деп. Сөйтіп өздері ақ оянып келеді. Оларды күтпеңіз. Сіз одан да өзіңізді дамытып, тез-тез доходқа шығыңыз. Андып отырған бәрі келеді. Себебі маған да сөйтіп келіп отыр. Мені бақылап, мені андып, қанша 1 жыл өтсе де, Аллаға шүкір, командам қосылып жатыр. Себебі айтқанымның арқасында осылай келіп жатыр адамдар. Айтпағандарым да бар. Мен доходқа шықсам да, мен саяхатқа барам деп айтып атсам да, отказ беріп жатыр. Себебі мен басында айтқан жоқпын. Менің басты қателігім барлығына айтып шығуым керек еді, чтобы Oriflame мен жұмыс жасап жатырмын деп. Сол кезде келелмеді. Қазір айтып жатырмын, бірақ мен саяхаттаған кезде олар келеді. Точно. Айтпасаңыздар, дәл қазір айтыңыздар. Тіркелмесе де, просто білсін, осы жерде екеніңізді білсін, и все. Тіркеуге тырысыңыздар, ізденіңіздер. Алтындарым сол. Талпынсаңыздар, ізденіңіздер, и все, болды. Барлығы болады сіздерде. Құралай ханым, мен өткізіп жатырмын. Қандай сұрақ қойған едіңіз? Құралай, қазір мен іздеп табайын, ондай көрмей қалып жатырмын. Құралай. Сіздер менің командалық жұмыс туралы тақырыбыма қойып жатсыздар ма, или басқа ма? Өтіп кетті. Не үшін өтіп кеттім мен? Қайттан қоя аласыздар, мен таппай жатырмын. Тіркелген адамдар мені блокқа қояды дейді Айжамал. Тіркелсе, блокқа қойса, сізде оларды блокқа қойыңыз, ұмытыңыз. Басқа адам іздеңіз, лучше активный келеді лидерларыңыз, қыздар.
Жұмагүл, команда құру қиын ба? Команда құру оңай, егер сіз систематично барлығын үйренсеңіз. Поэтапно. Спонсордың не істеп жатыр, соны қайталасаңыз, сізге ешнәрсе қиын емес. Просто бәріне желание керек. Желание болса, барлығын жасайсыздар ғой. Адам шақыру қиын ғой, былайша айтқанда, сізге команда құру жөнінде. Адамға не айту керегін білмесеңіз, ол әрине қиын болады сізге. Сабақ өтуді бастаңыз, уже не айту керегін сол кезде түсінесіз. Сабақ өтпей, ізденбей, қиын, шынымен қиын. Жеткізе алмайсыз, басқаға жеткізе алмайсыз, не өзіңіз түсіне алмасаңыз, өте қиын болады. Бірақ сол сабақтан ашыласыз, сабақ өтіңіздер чатқа, қыздар. Құралай, сіздің таптым. Менің товарым өтпей қалған сәтте енді заказ бермей ақ қойсам ба деген ой келеді дейді. Товарым өтпей қойса дейді. Менде де товар өтпей қалған заттарым бар, бірақ ашып бұршып кететін тамақ емес ол. Мен оны сыйлыққа да берем, өзім қолданам, күнделікті қолданатын зат қой ол. Неге заказ бермей ақ қоясам ба деген ой келеді. Онда сіз бизнес таңдаған жоқсыз, сіз просто тұтынушы, яғни алып сатумен айналысып жатсыз деп. Егер бизнесті таңдаған болсаңыз, ондай ой келмес еді. Заказбен жүрмеңіздер, қыздар. Бір айтар кеңесім. Заказбен ұзаққа ешкім бармайды ғой, алып сату ғой ол. Біз алып сатуға емес, бизнеске шақырып отырмыз. Яғни командаңызды өсірген сайын, адам тіркеп, сол келген адамға үйреткен сайын біздің командамыз өседі ғой. Доход та өседі. Сондықтан заказбен алысқа бармайсыздар. Менің 2 веткам бар, Бақытгүл, енді оқыды. Құралай ханым, сіздің сұрағыңызға жауап бере алдым ба? Мен негізі басында заказбен жүрген жоқпын ғой. Мен заказ жинамайым. Мен себебі заказ жинауды білмеймін, ұнатпаймын. Маған ұнайтын нәрсе ол сабақ өту. Біреуге көмектесіп, бәрін үйрету, мен жаным сүйеді сол нәрсені. Вот заказға келгенде мен тек өзіме қолданатын заттан витамин ғой сол. Витаминмен ақ 150 волт болады ғой. Одан кейін просто сіз өзіңізге заказ жинауым керек емес, заказ жинамайсыз, қайда доходқа шыққан кезде сіз айлық аласыз. Вот сол кезде заказ жинамайсыз ғой, доходқа шығуға ұмтылыңыздар, қыздар. Сол кезде ғана заказбен жүрмейсіздер. Заказ жинамаймын, ұнатпаймын. Өздеріңізге ұнайтын нәрсені табыңыздар. Заказ жинау ұнай ма? Доходыңызды көбейтіңіз, жаңағы тұтынушы болып жатқан адамыңызға тіркел, лучше өзін ал деп кеңес беріп, сөйтіп командаңызды өсіріңіздер. Так. 10 минуттай уақыт қалды екен. Екінші ветканы сіз өзіңізге сенімді болған кезде ашыңыз. Қанша процент ол өзіңізге байланысты. Алып жүре аламын десеңіз, бүгін ашыңыз. Ешқандай не емес, кедергі емес. 3% кезіңізде ашыңыз. Егер сенімді болсаңыз, сол қыздарға мен жауапкершілікті аламын, соны өсіремін, 2 ветка мен де жұмыс жасай аламын десеңіз, ашыңыз, бүгін ашыңыз. Ал егер дайын емессіз ба, астыңыздан 3-4 қыз, ключевой 3-4 қызды дайындаңыз. Сол кезде қанша процент болса да аша беріңіз. Бірақ астыңызда 3-4 қыз болу керек. Сізді қайталайтын, сол бірінші веткаңызға қарай алатын,
қыздар дайындамай екінші веткаға көшпеген дұрыс деп ойлаймын. Ветка, өзіңіз құрған команда, ол жерге спонсорыңыз көмектесе алмайды. Былайша айтқанда нағыз адал жұмыс қой біздікі. Адам заказ бермесе не істеуге болады дейді. Суть бизнесті түсіндіріңіз барынша. Қандай мүмкіндіктері бар, қандай затқа заказ бере алады. Бір туш алса да, барынша түсіндіріңіз Құралай ханым. Заказ бермейді екен. Сіз оны 150 балл деп ойламаңыз келген адамды. Просто оның мына жерде өмірін өзгереді. Ақша табуға болады, мынанша ақша. Бұлай жасауға болады деп барлығын сопровождение жасаңыз ол кісіге. Содан кейін одан да заказ бермесе, неңізді өшірмеңіз. Яғни ол жауап бермесе де жазыңыз пока блокқа қанша дейін да онда. Себебі көп адамдар түсінбей жатады. Қайта-қайта жаза береді, анау, бірақ оянатын адамдар бар. Просто ол тіркелген адамды, ол 150 балл деп сияқты көрудің қажет жоқ та. Просто ол адамға көмектесемін деп, сол ұстаныммен жүріңіздер, сол настроймен жүріңіздер. И сол адам заказ беретін болады міндетті түрде. Егер сіз шын көңіліңізді сендіріп тұрып, уверенно айтып отырсаңыздар, қалай ол сенбейді сізге? Конечно, сенеді, потом доходқа шығуға ұмтылады. Солай оятып жатырмын қыздарымды. Давай сен заказ алсайшы, бүйтсе сөйтсе деп нетсеңіз, конечно, ол заказ бермейді, қыздар. Сондықтан басқа мүмкіндікті айтып түсіндіріңіздер. Звонокқа шығып, прям іш бауырына кіріп сөйлесіңіздер. Қыздар, уже уақыт бітейінде қалды. Әрине, бізде доходқа адам тіркеп шығамыз ба дейді. Сіз бизнес таңдасаңыз, әрине, любой бизнеске адам керек қой, қыздар. Шаштар ашсаңыз да сізде шаштың қырқатын адам келеді. Магазин ашсаңыз адам керек қой. Любой бизнеске бізде адам керек. Біздің команда, біздің компания тұтынушы, яғни жуынатын, боянатын заттар адамдар арқылы бизнес құрып отырмыз. Біздің бизнес ешқашан кризис алмайды. Себебі боянбайтын, жуынбайтын адам жоқ. Сондықтан адамды шақыруға қиналмаңыздар. Айтудан ұялмаңыздар. Біздің ауыз сөйлейтін бизнес қой. Ауыздарыңыз ашық болса, яғни доход келеді сіздерге. Товар обороттан төленеді. Қаншалықты товар оборотыңыз көп болса, соншалықты айлық аласыздар, қыздар. Адамға айта беріңіздер. Біздің жұмыс клавиш басу, дайын аудионызды переслать ету оңай ғой. Ең оңай бизнес біздікі, қыздар. Басқа жақтан бизнес ашам деп те ойламаңыздар. Себебі бұл бизнесті жүргізе алмаған адам, ол басқа традиционный бизнесті жүргізе алмайды. Ветка туралы ол мүлдем басқа сабақ, ол өте тереңірек өтілетін сабақ, оны келесіде мүмкін өтермін. Бірақ менің сабағым бойынша сұрақтарыңыз өте болмай тұр, басқа нәрсе айтып жатырсыздар. Өздеріңізге керекті тақырыпты өту керек екен келесіде. Рекрут, ветка жайлы, онда есте болады, қыздар. Менің осымен командалық жұмысым сабағым, өздеріңізге керектеріңізді алды деген үміттемін. Жарайсыздар, қыздар, 58 қыз отыр. Молодцы. Жақсы, сау болыңыздар, қыздар. Қалған сұрақтарыңызға жауап бере алмасам, келесіде осы темада өтемін сабақты. Жақсы, сау болыңыздар.